Ассалаумағалейкум ардақты ағайын, қадірмен көрермен қауым, бұл мен Ермұхамед Мәулен. Біз әдеттегідей Аладоп YouTube арнасының ішінде отырмыз. Ендеше осы видеомызды біз бүгін Қазақстан футболын арнаймыз. Түсінікті, бізде 19-шы тур матчтар келе жатыр. Өткен жолғы турдың видеосын тағы бір қайталап көрсеңіздер, көптеген болжам дәл шыққан деген секілді шамамен дәл тапқанмын. Әсіресе Қызылжар Тобыл арасындағы матч, Алтай Ақтөбе деген секілді. Тіпті Жеңіс Ұлытау арасындағы матчтың тең болатынына үшін дәл тапқан екен. Сондықтан енді қатты бір дабыра қылып, оны ауыз толтырып айтып мақтанатындай нәрсе емес. Ол негізі бір турда 6 матч болса, 7 матч болса, соның онсыз да 5-4-еуін дәл тауып жүрген жайымыз бар. Ол Қазақстан чемпионаты. Тура мен секілді сіздер де тауып жүрген шығарсыздар. Сондықтан артық кетіп мақтанып, ой, осындай деп айтудан аулақпын. Қазақ футболы енді күніге өзіміз көріп жүрген жаттанды жағдай емес пе? Жасыл алаңдағы футболымызда жаттанды көзге көруге үйреншікті болып қалған. Сондықтан 19-шы турға да бір пікір айтам. Ішінде бір-екі ойынның бір теріс пікірлерінде де айтып жіберсем бе деп отырмын. Өйткені бір-екі матч осы жолы қызық болатын секілді. Ал жалпы осы видеомыздың шығуына септігін тигізіп, Ермұхамед Мәулен осы Аладоп YouTube арнасына видео түсірсеңізші, қазақ жанкүйерлері сізді сағынады ғой, көргісі келеді ғой, комментарий жазғысы келеді, лайк басқысы келеді, Аладоп YouTube арнасына тіркелгісі келеді ғой деп мені үгіттеп, үйде тып-тыныш жатқан жерімнен қозғап, осында алып келіп отырған достарым бар. Ол біздің фондағы достар. Fontim.kz сайты, олар жайлы қызықты акциялар болып жатыр екен. Ол мына видеоның астында комментарий бөлімінде тіркеліп тұрады. Басып өтсеңіздер болады, өтпесеңіздер де болады. Жаңадан тіркелген ойын жаңағы клиенттер дейміз ғой, тұтынушыларға 50 мың теңге бонус беріп жатыр дейді. Оны енді анық қанығын білмедім, өздеріңіз ары қарай көре жатарсыздар. Айту парыз. 19-шы тур матчы Ұлытау Ертіс арасындағы матчтан басталады. Осы ойынға енді көп адам ойлауы мүмкін, Ұлытау фаворит, өз алаңда жеңу керек деп. Бірақ мен келіспеймін. Мен тура осы жерде келіспеймін. Ертіс те оңай команда емес. 16-шы орында тұр, білеміз, Премьер лиганың ең соңғы орында. 14 гол соққан, 22 гол жіберген. Алтай командасында да сондай нәтиже, мінекей. Бір ғана жеңісі бар, 8 матчта тең түскен Ертіс. Сондықтан өткен жол енді байқаусызда ұтылып қалды ғой, білесіздер, өз алаңында жеңіске 92-ші минутта автогол жіберіп. Одан кейінгі турда Ертіс ойнаған жоқ. Астанаға қарсы матчы Еурокубокке байланысты кейінге шегерілді. Сондықтан тың өте жақсы физикалық жағдайда тұр Ертіс командасы, және осы жолы менің ойымша Ұлытаудың алаңына барып Ертіс жеңіп кетеді деген осындай бір кішігірім сенсациялық болжам айтқым келіп отыр. Енді мынау кеңседегі, мынау букмекерлік кеңселердегі тілмен айтатын болсақ, ұтылмайды, жеңілмейді, X2 деп болжам айтуға болады. Ұлытау ұтпайтын секілді осы матчты. Екінші құраммен шығатын шығар, демалатын шығар олар. Ертісте осал емес дегендей ғой. Бәлкім болжам шықпай қалуы да мүмкін. Но сараптамам осыған келіп тұрған секілді. Ақпараттарға сенетін болсақ, көптеген келіп жатқан. Жетісу Қызылжар арасындағы матчқа тоқталайық. Жетісу өз алаңында жақсы ойнайды, 2 гол салады, ойнаған матчында гол салып жүреді. Соңғы кездер гол салуы нашарлап баратыр бұл команданың. Өткен турда алаңнан бір футболшысы қуылып кеткен, білесіздер. Оқжетпеске есе жіберді Көкшетауда өткен матчта. Настроение нәскиге түсіп кеткен десек те болады. Талдықорғандық клуб өткенде Көкшетауда Оқжетпестің раздевалкасының есігін сындырып кетіпті дейді, жынданғаннан. Сөйтсе, ол Марк Гурман айтты, ол біздің қатысымыз жоқ, ол есік оған дейін сынып жатқан дейді. Оған да сенуге болады негізі. Сондықтан біреу күлетін жағдай емес қазір. Инфрақұрылым бойынша. Жетісу өз алаңында Қызылжармен, менің осы жерде тағы да бір қырсық мінезім кері айтатын болжам болып тұр. Жетісу енді өз алаңында ойнайды, мықты ойнайды, жеңеді ғой деген сіздер ойлауыңыз мүмкін. Турнирлік кестеде екеуі жақын тұрған командалар ғой. Жетісу мысалы 12-ші орында 18 ұпай бар, Қызылжарда 16 ұпай, олар 14-ші орында. Бірақ мен осы жолы Жетісудың алаңына барып Қызылжар жеңеді деген болжам айтқым келіп отыр. Осыған қалай қарайсыздар? Келісесіз бе, келіспейсіз бе, оны енді комментарийде
сіздің пікір жазатын алаңыңыз бар өзіңіздің. Соған барып жазыңыздар. Мен келіспеймін, Ермұхамед, қателесесің, Талдықорғандық команда жеңіске жетеді. Бірақ матч басталмай тұрып жазыңыздар. Матч бітіп кеткеннен кейін геройхан болып айттым ғой деп отырмаңыздар, ағайын. Болжам берудің де, осындай сараптамалық жұмыстың да ең ауыры матчқа дейін сөйлеу. Матч болып кеткеннен кейін басқаша ол. Ол өмір, ол ешкім дәл басып айта алмайтын нәрсе ғой. Қандай сценариймен өрбиді. Қазір мен Қызылжарда басымдылық болады, Қызылжар ұтылмайды деймін. Өткендегідей бір адамды тағы да алаңнан қуып жіберсеше төреш. Тобылды да ұтуы тиіс болған өткенде. Удаление болып кетті дегендей. Сондай жағдай. Қызылжарда басымдылық болады, Жетісу жеңбейді деп отырмын. Қайрат Нұрдәулетов ағамызды қолдаймыз. Күшті бапкер, қазақстандық маман, қазақша сөйлейді. Сонысына ішіміз жылып, әрқашан қолдау жасап жүрем мен өз басым. Бірақ енді осы жолы футбол ғой енді. Жеңіліп қалады деп ойлаймын мен өз басым. Осындай болжам айтып отыр. Өйткені мен Қызылжардың ойынын көрдім өткенде. Қалай керемет ойнады. Күшейіп алған команда. Бапкер ауыстырды. Ақша бар, инвестиция бар. Ларидон Латифи деген футболшы алыпты Албаниядан. Күшті екен. Деңгейі көрініп тұр. Одан кейін Ақтөбе Оқжетпес арасында матч, екеуі енді қазір жалпы жаман емес ойындары негізі. Ақтөбенікі сәл ауырлау кетіп жатыр. Қазір енді бапкер ауыстырып жатыр. Плюс бір жағынан Абат Айымбетов өткенде Алтайға қарсы матчта, Алтайға қарсы 4 гол ұрды ғой енді Ақтөбе. Абат Айымбетов 82-ші минутта алаңға шықты. Мен осы жерде болжам айтқым келіп отыр. Ақтөбе Оқжетпес матчының бір 55-ші, 60-ші минуттарында енді көбірек уақытқа шығатын шығар Абат деп ойлаймын. Және гол ұратын уақыты кеп қалды ау екінші турда, екінші матчында гол ұра бастайды. Ол енді жоғарғы деңгейдегі топ шабуылшы. Сондықтан мен Абатқа сенем. Ақтөбе 4 гол демей қояйын еді, 3 гол ұрып қалады осы матчта. Сондай басым болады. Айқын жеңіске жетеді деген пікірдемін. Оқжетпесте жақсы команда, күшті, ұнайды маған ойын. Бірақ енді Ақтөбенің құрамындағы ойыншылардың деңгейі сәл басымырақ деп ойлаймын еді. Бундеслигада, ағылшын премьер-лигасында ойнаған футболшылар бар, аргентиналық ойыншылар бар дегендей ғой, өздеріңіз түсінесіздер. Жаңағы Ақтөбе айқын басымдықпен ұтады дегенде жаңағы Оқжетпесті де бір ренжітіп алмайын деп ойлаймын да. Ол жақта да футболшыларын танимын. Олармен де араласам. Бұл футбол ғой. Біреу ұтады, біреу ұтылу керек қой енді әйтеуір. Келесі турда Оқжетпес ұтады деп болжам беремін. Өйткені өз алаңда мықты. Қазір Ақтөбеге шамасы жетпейді менің ойымша. Тең ойнаса енді Ринат Әлеуетовтың командасы үшін бұл керемет олжа болады деп ойлаймын. Тобыл Атырау арасындағы матч. Тобыл енді Атыраумен өз алаңында ойнайды. Паневежис деген командамен бүгін ойнайын деп жатыр. Оны енді оп-оңай жеңеді деп ойлаймын. Паневежис Литваның командасы. Тобылға қарсылас емес, деңгейлес қарсылас емес, рас айтқанда. Тобыл өз алаңында жеңеді. Тобыл негізі осы турды ұтуы тиіс. Міндетті түрде Атырау тұңғиыққа батып жатыр, жаңа ойыншылар алып жатыр, бірақ енді келесі турларға қарай бір 2 турдан кейін ойыны жүретін шығар, бірақ мына жерде Тобылмен тең түсетіндей шама қиындау болады деп отырмын. Сондықтан Тобылдың жеңісін айтқым келіп отыр сіздерге. Одан кейін 26 күні Елімай Қайсар арасындағы матч болады. Елімай Қайсар. Елімай Еурокубоктан ұшып кеткен. Кішігірім осындай бір қиын жағдай болды клубта. Одан кейін Ордабасыға қонаққа барып, о жерде де кішігірім фиаско болып қалды. Сөйтіп өз алаңында Қайсарды қабылдайды. Қайсар тура осы матчтан кейін, 3 күннен кейін Қазақстан кубогының жартылай финалын өткізеді жеңіске қарсы. Сол мен ойлап отырмын, енді мен мысалға Ферапоновтың орнында болсам, осы ойынға бір жартылай екінші құрам шығарып, жастарды көріп, оны негізгі құраммен шықсаң да Елімайды ұтамайсың ғой енді. Ұтсаң енді кішігірім сенсация, өте қиын. Сондықтан жастарды шығаратын, ойнасын, көрсін. Негізгі құрамда 3 күннен кейін кубокқа салу керек. Кубоктың финалына шығып кетуге мүмкіндік бар ғой Қайсарда. Неге соны ұстап қалмасқа дегендей ғой. Осындай жағдай енді Елімай жеңіске жетеді. Елімай енді ол Қайсар екінші құраммен ойнай ма, негізгі құраммен ойнай ма, оған бас ауыртпайды ау деп ойлаймын. Протоколға да қарамайтын шығар. Кімдерді шығартты деп. Бәрібір оларға. Өз алаңда кез келген қарсыласты ұту керек мақсат. Артқа шегінерге жол жоқ Елімайда. Ұтпаса онда
онда бапкер ауыстыру керек, клубтың басшысын ауыстыру керек деген қайтадан сұрақты көтере бастаймыз. Астана Алтай арасындағы матч, Алтай өте енді жақсы ойнайды, бірақ премьер-лигада қалу деген мақсат қойып жүрген команданың жақсы ойнайды дегенімен, төртінші орынға үштікке таласып жүрген команданың жақсы ойнайды дегені енді екі түрлі нәрсе ғой енді. Сондықтан Алтайды да кемсітпей, Астананы да жылатпай, осы жерде болжам айту керек болып тұр. Енді Астана аренада Еврокубоктан шығып кеткен тура Елімай секілді жағдай, аутсайдер команданың бір кеп тұр. Не істеу керек? Әлбетте жеңу керек. Жеңу үшін не істеу керек? Кем дегенде 2 гол салу керек. Үшеу төртеу болып кетуі де мүмкін. Алтайдың да ойыны қызық өзі. Шабуылдай береді. Сейф Попов деген ойыншысы бар дегендей. Негізі Алтайдың да Қазақстан кубогында әлі мүмкіндігі бар деп ойлаймыз, Ордабасы қарсы матч. Сондықтан енді ұзақ әңгіме, Астана жеңіске жетеді. Түсінікті жағдай. Қайрат Ордабасы арасындағы матч бұл осы 19-шы турдың, жалпы осы жаз айларының ең бір қызықты айтулы матчы шығар деп ойлаймыз. Осы біздің Аладоп YouTube арнасы, бірінші бол, Фонтим YouTube арнасы барлығы да сол Алматыдағы матчқа іс-сапарға барып, осы ойында жұмыс істейді екенбіз. Оны да кеше естідік, билет алынды, Алматы қонаққа бара жатырмыз, күтіңіздер дегендей. Сол ойында болады екенбіз Қайрат Ордабасы матчында. Енді бұл матчқа болжам айту өте қиын. Ордабасы да ұтуы мүмкін. Енді өз алаңда ойнағанның естественно Қайрат фаворит, Қайрат ұтады шығар деп ойлаймыз. Тең болуы да мүмкін ғой, 1-1, 2-2 деген секілді. Екеуі де тайсалайын деп тұрған жоқ, бір-бірінен қорқып та тұрған жоқ. Өткенде бірінші айналымда Ордабасы ұтқан бұларды. Енді оны жауапты кездесу болғаннан кейін қарымтасын қайтарып жіберетін кез кеп тұр Қайратқа. Сондықтан енді менің ойымша екеуі де гол ұрады. Голдардың саны үшеуден көп. Сондай топырлаған, тотылып жарылған сондай матч болады ғой деп ойлаймын. Негізі енді нақты айту қиын. Тура осы матчқа мен болжам бермей қойсам ба деп отырмын. Одан басқа кім жеңеді, тең бола ма білмеймін. Маған бәрібір негізі шын айтқан кезде қайсы жеңсе де екеуі де бірінші, екінші орында тұрған, чемпиондыққа таласып келе жатқан клубтар ғой. Маған негізі бәрібір расын айтқанда. Қайсысы мықты, сол жеңсін. Ойынды көреміз, тамашалаймыз, риза боламыз. Ордабасы гол соқса да, Қайрат гол салса да, қол шапалақтап отыра беремін. Каспий жеңіс арасындағы матчпен түйінделі деген осы 19-шы тур. Каспий қазір өздеріңіз байқап жүрсіздер, қатты ойнап кеткен, легионерлер алған, ақтаулық команда күшейді. Тек бір ғана кілтипан сол Қызылордада ойнап жатыр қазір, Қызылорда аренада. Бірақ Жасқанат стадионы Ақтаудағы қазір күрделі жөндеу жұмыстарынан өтіп жатыр. Жуырда ремонты бітіп, команда енді мынау ұят болып кетті, енді сол қыркүйек айларына дейін Ақтауға қайтатын шығар деп ойлап отырмыз. Ақтаудағы жанкүйерлерді өз көздерімен стадионға барып, билет алып, команданы қолдап, барабандар тұрып көру керек қой, ләззат алу керек, тамашалау керек дегендей. Өз қалада одан басқа командада жоқ дегендей. Сондықтан Каспий жеңіспен ойнайды. Жеңіс өте сондай жабысып қалған, тырмысып қалған, тең ойнай салады. 89 минутта бір бұрыштама көтеріп, баспен ұрып кетеді. Сондай бір команда өте бір мінезді, сондай бір тістесіп қалған команда. Бірақ ақтаулықтардың да мінезі оңай емес, олар да жақсы ойнайды. Менің ойымша Ерлан Шойтымовтың тактикалық тұрғыдан да ақтаулық легионерлердің жеңіске деген құлшынысы да, мотивациясы да сәл басымырақ болады, және жеңісті өз алаңында Қызылордада плюс 40 градус болып жататын шығар ол кезде. Сол кезде ақтаулықтар жеңіп кетеді деп ойлап отырмын. Максимум тең. Жеңіс ұтпайтын сияқты болып көрініп тұр осы ойында. Өткенде Ұлытауға қарсы матчты көрдік. Жеңіс өз алаңында ойнады. Ойын мүлде жоқ. Енді кешіріңіздер, мен ойын деп айту қиын. Ұлытау ұту керек еді сол ойынды. Футболды стадионнан көрдік сол ойынды. Енді 20 жыл футбол көріп келе жатырмыз ғой, енді кімнің басым, кімнің нашар болғанын айтатын болсақ, Ұлытау жеңу керек болған. На то и футбол. 89 минутта стандарт көтерді.
анау ұшып жатқан кезде ортада тұрған 17-18 ойыншының ішінде бір адамға дәл келді. Сол ұрды. Міне. Сөйтіп есеп 1-1 болды. Солай аяқталды есеп. Мінекей футболда солай. Тура сондай оқиға бұл матчта да қайталануы мүмкін. Ешкім оған жауап бере алмайды. Ол деген доп, ол аспанда ұшып бара жатыр, ол табиғи жағдай, табиғи процесс. Екеуі бірақ деңгейлес қарсылас. Ақтаулықтар енді өз алаңда жақсы жағдайда, қазіргі мотивациясы мына көтеріліп келе жатыр. Каспий соңғы орында тұрған 11-ші орынға көтеріліп кетті, қазір 19 ұпайы бар. Мына ойын жеңсе 22 ұпаймен бар ғой. Сол жеңісті қуып жетіп алуы мүмкін. Сондықтан бұндай кезде 6 ұпай үшін талас деп айтып жатады кейбіреулер. Мінекей, қадірмен достар, осындай жағдай. Ал сіздер, мынау Аладоп YouTube арнасынан мен өткенде сіздерге тапсырма берген едім ғой. Неге орындамайсыздар? 50 мың оқырманға жетуіміз керек еді ғой. Әлі 45 мың ба, 46 мың ба сондайда тұр. Қазақ футболы туралы айтып жатырмыз. Осы неше түрлі қазір бір жобалар ойлап табайын деп жатырмын. Алдағы уақытта сұхбаттар алсам ба деп отырмын. Сондай бір тарихи сұхбаттар, жаңа клубтар туралы деректі фильмдер түсірсем ба деп отырмын. Сондықтан Аладоп YouTube арнасымен бірге болыңыздар. Тек қана шындықты, тек қана объективті ақпаратты айтатын қазақ футболында көп емес қой енді YouTube арналар. Солардың біріміз. Сондықтан тіркеле беріңіздер, қадірменді ағайын. Барлықтарыңызға рахмет. Мен Ермұхамед Мәулен. Осымен бүгінгі бағдарламаны аяқтаймын. Келесі аптада жүздескенше сау, сәлеметте болыңыздар.